Мен сіздермен тағы да жақсы жаңалығымен бөліскім келіп отыр. Макаода 2018 жылдың 8-9 қыркүйегінде FutureNet компаниясында жыл сайынғы атап өтілетін үлкен әлемдік жиынында тағы да халықты қуантатын жағымды жаңалық орын алды. Жалпы FutureNet компаниясын бүкіл халық жақсы біледі деп ойлаймын. Бүгінде компанияның жетістігі көпшіліктің сенімінен шығып, үлкен жетістікке жетіп жатқаны айтпаса да белгілі. Үлкен әлемдік жиынында тағы да бір халықты қуантатын жағымды жаңалық орын алды. Егер компания жөнінде толық ақпарат алғыларыңыз келсе, ғаламторға жүгінсеңіздер болады. Ал мен сіздермен 2 күндік жиындағы өзекті мәселелердің бірі болған BannerSap қосымшасымен бөліскім келіп отыр. Бұл компанияның 4-ші жаңа платформасы болып табылады. Бұл қосымшаны қолдану арқылы сіз қаражат таба аласыз. Ең бастысы қолдану тегін. Былайша айтқанда ешқандай салымсыз қаражат табу. Ендеше қолдану тәсілін түсіндіріп өтсем. Жалпы бұл смартфон телефондары үшін тегін орнатылатын онлайн жүйесінде жұмыс істейтін BannerSap қондырғысы болып табылады. Бұл программа арқылы сіз қалай жұмыс істейсіз және оның мақсаты қандай? Бұған сіз бен біз толық көз жеткізетін боламыз. Ең басты мақсатына тоқтала кетсем, қосымшаны қолдану арқылы, яғни сіз ұялы телефоныңызды блоктан шығару арқылы, яғни қосымшаның ұсынған арнайы баннерлерін қарау арқылы табысқа қол жеткізетін боласыз. Ол баннерді қарасаңыз да, немесе қарамай жай ғана закрыть етіп бассаңыз да болады. Қаражат әр аптаның басында өз кабинетіңізге түсіп отырады. Енді тіркелу жөнінде қысқаша түсіндіріп өтсем. Егер сізге осы видео ұнап жатса және бұл проект сізді қызықтырып жатса, видеоның астыңғы жағына ссылкамды қалдырып кетемін. Сол ссылка арқылы өтсеңіздер болады. Ссылкаға өткен жағдайда мынадай терезеге тап боласыздар. Бірінші қатарда міндетті түрде спонсорыңыздың логині тұрады. Қалған қатарларға өз данныйыңызды ағылшынша бересіз. Ескеретін жағдай, адрес пошта деген жерге міндетті түрде действующий және ол Gmail адресінде болғаны дұрыс. Себебі компанияның тағы да бір платформасы AdPro'ға тіркелген жағдайда сізге бұл адрес өте тиімді. Келесі қатарда парольді өзіңіз ойластырасыз. Көріп отырғандарыңыздай, кем дегенде арасында символ болғаны дұрыс. Маңыздысы өз пароліңізді ұмытпаңыз. Барлығын толтырып, мұқият қарап шығыңыз. Және мұндағы яғни роботты таңдап, келесі бетке өтеміз. Келесі беттен 4-еуін таңдап тағы да ілгері жылжимыз. Осы сәтте біздің поштамызға әдеттегідей ссылка келеді. Ссылкамыз кейде спамда жатуы мүмкін. Отметка беріп, не спамға жібереміз. Папка выходящийдан ашқан соң көріп отырғанымыздай ұзын көк ссылканы басамыз. Ол өз кабинетімізді растағанымызды білдіреді. Енді логин және пароліңіз арқылы компанияның социалдық сетіне кіре берсеңіз болады. Кірген кезде сізді құттықтау жөнінде экран бетіне кішкентай ғана терезе шығады. Оған мән бермей бірден жаба салсаңыз да болады. Бізге керегі ең бастысы BannerSapқа тіркелу. Ең алдымен Play Marketқа кіріп, BannerSap қосымшасын көшіріп аласыз. Көшіріп және ашқаннан кейін жеке регистрация жасасаңыз да болады. Немесе жоғарыда тіркелген логин және пароліңізді осында жазсаңыз да болады. Кірген жағдайда мынадай терезелерге тап боласыз. Бұл жерде далее батырмаларын басып, келесі беттерге өте береміз. Сосын начнем батырмасын басамыз. Ары қарай әдеттегідей тіркелесіз. Неғұрлым ағылшынша толтырғаныңыз жөн.
терезеге кіргеннен кейін сол жақ жоғарғы жағындағы кнопканы бассаңыз менюді көресіз. Егер достарыңыз, барлық таныстарыңызға жібергіңіз келсе, структураны таңдап, отправить ссылку друзьям батырмасын басып жіберсеңіз болады. Ең алғаш қосымшаны ашқан жағдайда осындай экран пайда болады. Ортадағы үлкен кнопканы басқан жағдайда бізден разрешение сұрайды. Әрине, рұқсат етіңіз. Енді сіздің экраныңызға осындай баннерлер келіп отырады. Сіз оны перейти на сайт немесе закрыть етіп баса салсаңыз да болады. Міне, мен сіздерге баннер-сап қосымшасын қысқаша ғана түсіндірдім. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Барлық адрес төмендегідей.